Сіздермен апта жалпы жұлдыз жорамалын қарап көретін боламыз, барлық жандарға арналады. Бұл жерде 3 ақпаннан 9 ақпанға дейін 2025 жыл ақпан аптасын не күтеді? Барлық жандарға сәттілік тілеймін. Ең бастысы мықты денсаулық, жан тыныштығы, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын деп жақсы тілектермен бастайтын боламыз. Лүпілдеріңізді аямаңыздар, энергия алмасу ретінде каналға тіркеліп кетіңіздер. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк қойып кетсеңіздер болады. Бірінші атап өткендей, тоқты белгілері, сіздің энергияңызға қарап көретін боламыз. Сіздерді не күтеді апта кезеңінде тоқты белгілері? 3-9 ақпанда қарап көретін боламыз, энергияңызды шақырып көретін боламыз. Құрметті тоқты белгілері, не күтеді сіздерді? Кейбір шаруаларда апта кезеңінде тоқтыларымызда біреуге көмектесуге тура келеді, немесе сізге көмек қажет болып қалған кезде көмектесетін адамдар бар. Жақындардың қолдауы, хабар алу, бару, қонаққа бару мүмкін, кездесулер орын алуы мүмкін. Кейбір ситуацияда тым қатты сезімталдыққа берілу және маңызды шаруаларды бітіруге келесі аптаға қалатын сияқты. Өйткені осы апта кейбір сұрақтарда асықпайтыныңызды көрсетеді. Бірақ сізге көмектесетін мағлұмат алатын кезең, бірақ кейбір шаруаларда тым қатты мұқияттылық танытпайсыз. Әрине бір идеялар, күшті әрекеттер болады, бірақ осы идея әрекеттерді сізде іске асыруға мүмкін асықпайсыз, немесе ретте бас, бұл ақылдылық таныту немесе өлшемділіктің белгісі. Әрине көп жаңалықтар өзгертулер енгізгіңіз келеді, бірақ келесі аптаға қалдырылуы мүмкін. Кей сұрақтарда тым қатты сезімге берілуіңіз мүмкін, тым қатты эмпатиялық әрекеттер орын алуы мүмкін, немесе бір көңіл күйіңізде құбылмалылықтар кезеңдерде орын алуы мүмкін. Яғни бұл жерде көңіл күйдің әртүрлі салдарынан бір адамдармен кішкене сөзге келе алмайтын әрекеттерде орын алуы мүмкін. Көбіне қастық жауыздық танытпаңызға кеңес береді. Яғни жауласудың қажет жоқ. Сізге бір адамдармен жаулассаңыз кедергілер туындатуы мүмкін, сондықтан байқағанға кеңес береді. Өз эмоцияңызды қадағалауды ұстағанға кеңес береді. Тоқты белгілері. Қарым-қатынас сұрақтарына келетін болсақ, апта кезеңінде тоқтыларымызда қарым-қатынас кезеңінде кейбір сұрақтарда егер мәселе болған жандарда өзгерістер бар. Адамдар проблема болса да жақсы тараптан қарауға тырысады. Бұл жерде кішкене бір татуласу болмаса да кішкене тым қатты асығыстық болмайды, бірақ жағдай ушықпайды. Мәселе болған жандарда кішкене бір адамдар ерекше ойлану, ақылға салып ойланулары мүмкін, егер мәселе болған жандар болса. Тіпті татуласуға енді асықпаса да, бірақ адамдар өздерінің пікірлерінде ойланып, ақылға салып, өлшемділік таразыға салып, әрбір тараптардың кім қателік деген сияқты ойланулар жүруі мүмкін. Бұл жерде ушықпайды жағдай, ешқандай конфликт қалып бармайды. Барлығы жақсы болған жандарда апта кезеңінде сіздерде сұрақтар туындауы мүмкін. Яғни бір мәселе бар, іштегі қынжылу сұрақтар бар, бірақ ешкім ашылып айтпайды оны. Бір сұрақ, яғни ол маңызды болмайды, басқа шаруалар маңызды болады сіздерде. Алға жүру шаруалар, тірліктер, мүмкін бір үй шаруа, мүмкін тұрмыс мәселелері. Тым қатты романтикалық әрекеттер немесе талқылауларға болмайды, бірақ кейбір сұрақтарда іштен бір айта алмайтын адамдарда бір іштен міндер бар. Мен іздеп жатқан шағымдар бар, бірақ ол шағымдар сыртқа шығармайды. Бірақ ол шағымдар құпия ретінде қалып бара жатыр. Яғни ашылып сөйлесу орын алмайтынын көрсетеді. Бірақ проблема ешқандай ушықпайтынын көрсетеді. Бірақ сонда да адамдар түбінде бір іштен қынжылтатын сұрақтар бар, бірақ ол сұрақтардың жауап іздемейді деп айтуға болады қарым-қатынаста. Тоқты белгілер сіздердегі жұмыс сұрақтарына келетін болсақ, апта кезеңінде қандай болуы мүмкін?
жұмыс сұрақтарына тым қатты мәселе шаруаларды шешуге атсалыспайтыныңыз көрсетеді. Жұмыс кезеңде мұқиятсыздық тіпті танытуыңыз мүмкін. Немесе аса қатты сізді сұрақтар жұмыс кезеңі уайымдатпайды. Басқа шаруалар мүмкін бір жайбарақат қарайтыныңыз көрсетеді. Жұмыс шаруаларын барынша қабылдау. Кейбір жандар демалыс кезеңдері тым қатты назарларын бөлмейді жұмысқа. Жұмыс кезеңінде барлығы жайдары, ешқандай бірақ әріптестермен де, клиенттермен де проблема туындамайды. Барлығы өз барынша ешқандай. Яғни демалатын кезең жұмыс сізді шаршатпайды, қынжылтпайды, қарбалас болмайды деген сияқты. Маңызды мәселе бір жұмыстағы өзгерістерді күтпеңіздер, яғни келесі апта қалдырылуы мүмкін. Бірақ клиенттер өте көп болады, соған да мән беру керек. Бұлайда сізге жұмыс рахат алып келеді деп айтуға болады. Бірақ белсенділік жоқ. Тағы да тоқтыбегілері сіздердегі финанс ақша сұрақтарына келетін болсақ, финанс ақша сұрақтарыңызда осылай сіздерде тым қатты тереңнен қарайтын әрекеттер жоқ сияқты. Барлық ситуацияға жайбарақаттықпен немесе кейбір кезеңде де эмоциямен қарап жатқаныңыз көрсетеді. Сондықтан да мүмкін сіз көбірек болмашы нәрсеге уақытыңызды арнап жатқан болуыңыз мүмкін. Сізде кішкене мұқиятсыздық бар. Тоқтыбегілері финанс ақша сұрақтарыңызда маңызды кредиттарды жабу, төлемдер деген сияқты сұрақтарда келесі аптаға қалдырылуы мүмкін. Ақша кезеңінде уайымдатпайды, бірақ құбылмалы болады. Кейбір шаруаларда ақша тірліктері мәселелеріңізді шешуге асықпауыңыз мүмкін. Бірақ жасайын деп қоятын әрекеттер орын алады. Мүмкін бір үнемдеу, тым қатты болмашы сатып алулар, болмашы жаратулар орын алмайды. Бірақ маңызды төлемдерде өзгерістер жоқ. Бірақ ешқандай уайымдату, ешқандай проблема деген сияқты әрекеттер жоқ. Сонымен қатар маңызды шешімдер де жоқ финансыңызда. Яғни тыныштық, барлығы контролда, ешқандай қателіктер, ешқандай әрекеттер жоқ. Үнемдейсіз. Күшті бір әрекеттеріңіз болады, бірақ асықпай жағдайды бақылауға көшуге ұмтылыс жасайтыныңыз айтады. Финанста өзгерістер тым қатты жоқ, бірақ сонымен қатар ешқандай кризисті тоқырау да жоқ екенін көрсетеді. Яғни бұл жақсы бір кезең. Барлық жандарға сәттілік тілеймін. Сау болыңыз. Айналамен, адамдармен, туысқандармен кішкене мәселе туындап қалмау үшін эмоцияға тым қатты берілмеу қажет, немесе сіздің әлсіз тұстарыңызды эмоциямен олар байқап қалулары мүмкін. Әлсіз тұстарыңызды көрсетпеуге тырысқан жөн. Кейбір әрекеттерде жұмбақтық танытқаныңызға кеңес береді. Маңызды кездесулер де орын алатынын көрсетеді. Сәттілік тілеймін. Ең бастысы ушықтырмау, ашуға берілмеу қажет. Сәлеметсіздер ме, торпақ белгілері, торпақтарымыз энергияңызды қарап көретін боламыз. 3 және 9 ақпан аралығында 2025 жыл ақпан аптасы торпақ белгілерін не күтеді? Қандай өзгерістер, жаңалықтар орын алады? Болашақтың жоспарлары, қадамдар, тереңнен ойлау, ақылдасу, ақылға салу, мықты әрекеттер. Жаңалықтардың бір қадамдары басталатын көрсет. Алғашқы қадамдар, жаңалықтар, жаңа парақтан бастау, бір нәрсенің басталатынын көрсет. Қандай да бір әрекеттеріңіз болса, сізге көмектесетін адамдар болады. Мысалы, апта кезеңінде торпақтарымызда қандай өзгерістер енгізгіңіз келеді өмірге? Ақырындап қадамдар, мысалға сіздің армандарыңыз, болашақтарыңыз, әрекеттеріңізге ақырындап барасыздар. Сол үшін
есіктері ақырындап ашылады сізге деп айтуға болады. Өте күшті кезең. Мысалға бұл әртүрлі, мысалы оқу аламын, білім аламын, бір нәрсені бастаймын, жаңалықты мысалға спортпен айналыса бастаймын, денсаулығыма мән беремін, ерте ұйықтаймын, мысалы режимдар, бір нәрсені тоқтатамын, бір адамдармен қарым-қатынаста қажет емес адамдар, өмірімді тазалаймын, өмірімдегі шиеленістерді шешемін деген кезге өте сәтті кезең деп айтуға болады сіздерге. Өте күшті бір ақырындап қадамдардың әрекеттері бар. Өзіңіздің мақсаттарыңызға ақырындап жолдар ашылады деп айтуға болады. Торпақ белгілер жалпы істердегі қарым-қатынас сұрақтарына келетін болсақ, жұбар жандармен қарым-қатынас кезең қалай қалыптасуы мүмкін? Мәселе болған жандарда татуласу мүмкіндігі жоғары. Кейбір сұрақтарда адамдар жақсы болып кететініне, күшті бір әрекеттерге қадамдар жасайтынын көрсетеді. Мәселе болған адамдарда өте күшті кезең деп айтуға болады. Яғни бұл жерде ерекше тартылыс, ерекше сезімдерді оянатын, мүмкін тағы да ұната бастайсыз, мүмкін бір жылулықтар танытылады. Қарым-қатынас жақсы тарапқа қарап өзгерістер бар. Мәселе болған жандарда тіпті ушыққан мәселелердің өзі тегіс істелетінін көрсетеді. Мәселе жоқ болса тіптен жақсы, барлығы оңды, өте күшті, ешқандай проблема жоқ екенін көрсетеді. Бұл жерде сіздердің қарым-қатынастарыңыз өте күшті екені, жағымды бір адамдардың бір тұтас арман, мақсаттар біріктіретінін көрсетеді. Соның салдарынан сіздерге бір кедергілер бар сияқты көрінеді. Мысалға, сізге өзінің бір әсерлерін беретін адамдар бар, қарым-қатынасыңызға араласатын сырттағы адамдардың әрекеттері бар. Сол бір кедергілер туындатуға тырысады, немесе бір екі тараптың адамдар туыстар болсын, мысалға, осы бір идиллия, гармонияны бұзуға әрекет жасайды. Олар жасатпаңыздар, адамдарды кіргізіп, тәке-тәксіз тыңдамайсыз, бірақ сол бұсардан сіздің іштегі бір отбасыңыздағы құпияны сыртқа айтудың қажеті жоқ. Тіпті ол ата-анаңыз болса да, өзіңіз мәселеңізді өзіңіз, өйткені араласқан салдарынан кішкене қарым-қатынасқа ыңғайсыздық танытуы мүмкін. Тағы да мәселелерді сыртқа бөліспеген жөн деп айтуға болады. Жалпы торпақ белгілер жалпы істердегі жұмыс сұрақтарына келетін болсақ, апта кезеңінде жұмыс сұрақ қандай болуы мүмкін? Жұмыс кезеңі өте күшті, өте оңды, өте бір әдемі жоспарлар, әдемі болашақтың жоспарлары, соның қадамдар, жаңағы сіздегі бір нәрсенің басталатын сол жұмысыңызға байланысты сияқты, қосымша жұмыс, қосымша табыс, қосымша бір әрекеттер өте күшті сіздерде. Соның салдарынан жұмыста барлығында өзіңізге сеніңіз, біреу жасап береді, біреу жасайды, немесе біреу көмектеседі деген сияқты әрекеттер жоқ. Өз-өзіңізге сенгеніңіз жөн, өзіңіз реттегеніңіз жөн, өзіңіз қолға алғаныңыз жөн. Бір нәрсені бастаймын деп кешіктірудің қажеті жоқ. Өте күшті, көп нәрсеңіз реттеледі, шешімделеді, шаруаларыңыз бітеді жұмыста дамытады, жұмыста бір жақсы нәтижеге жететініңіз көрсетеді. Жұмыста көп шаруаларыңызды реттейтініңіз айтады. Өте күшті, жұмыста бір жақсы нәтижеге жетуіңіз мүмкін, жоғары бір өзгерістерге, тіпті бұрынғыдай болмайды. Жұмыс кезеңі жақсарады деп айтуға болады. Сізге рахаттанатын әрекеттер, яғни сіз өзіңіздің күшіңізді көрсетуге мүмкіндік туындайды, жұмысыңызда ынтаңыз көрсетуге. Торпақ белгілер жалпы сіздердегі финанс ақша сұрақтарына келетін болсақ, апта кезеңінде финанс ақша сұрақтары өте күшті, жақсаратын күтіледі. Екі жерден ақша келеді сіздерге, бір емес. Өте күшті, сонымен қатар тіпті қалағаныңызша жарату. Бұл жерде босқа жаратпағанға ақшаны кеңес береді, жинағанға. Сіздерде бір көңіл күйіңіз үшін, бір мәселе үшін ақшаңызды жаратуыңыз мүмкін, босқа шығындар көбеюі мүмкін. Ақшаның келетін де бар, сонымен қатар шығындар да қатар жүретін сияқты. Сондықтан үнемдегенге кеңес береді. Кейбір жоспарланбаған сатып-алулар жасаған кезіңізде қайта-қайта ойланғанға шақырады. Бұлай да өте күшті финансыңыз жақсаратыны өте жоғары пайызда. Барлығы өте оңды, ешқандай проблема жоқ. Сіздерде кейбір мәселеде, кейбір сұрақтарда бір дауылдан соң тынығу деген сияқты бұлттар ашылады, қиыншылықтар артта қалды, жақсылықтар, оңайлық кезеңдер келеді деген сияқты сұрақтар бар. Бұл жерде өзіңізді толықтай талдау жүретінін көрсетеді. Кейбір сұрақтар тым қатты өзіңізді реттеуге тырысатыныңыз көрсетеді. Аптада қандай да қателігіңіз өзіңіздің үстіңізде жұмыс жасайтыныңыз көрсетеді. Барлығы күшті, сәттілік тілеймін.
келесі жұлдыз белгісі. Егіз белгілер 3-9 ақпан аралығы, ақпан аптасын күтеді егіздеріміз 2025 жыл. Қарап көретін боламыз егіздерімізді. Өзіңізге мән беру, жайдары тыныштық кезең, өзіңіздің рахаттанатын әрекеттер бар. Сонымен қатар әртүрлі мінезіңізде тұрақсыздық құбылмалысы деді. Көбіне әсеріңіз айналаға тітіркену әрекеті өте жоғары. Сіздерде маңызды шаруалар болмайды, кездесулер жақындармен жақсы өткізу, нақты бір тым қатты шешімділік пен белсенділік жоқ, барынша қабылдау, бүгінгі күнмен өмір сүру, тым қатты болашақта аз ойлайсыз. Шаруаларға келген кезде тым қатты орынбайсыз, көп шаруаларды шешуге, жоспарларға барлығында барынша қалдыру, жақсы қарым-қатынас, отбасылармен уақыт өткізу, кездесулер, мүмкін туыстарымен жақсы көңілді өткізу, жақсы кезең, жағымды кезең деп айтуға болады. Тым қатты бір маңызды мәселелер кезең деп айтуға келмейді. Яғни барынша көңіл күйіңізге де тым қатты әсерін бермейді. Бұл кезең барлығы жақсы. Күшті қиялдаулар ғана бар, ал шын мәнінде әрекет жоқ бұл жерде. Бірақ барынша демалыс кезеңі болуы мүмкін, ми тынығу кезең деп айтуға да болады. Егіз белгілер сіздердегі қарым-қатынас сұрақтарына келетін болсақ, жұбар жандармен қарым-қатынас апта кезеңінде қалай қалыптасады сіздерде? Қарым-қатынаста да ешқандай проблема жоқ, барлығы оңды, өте күшті. Бұл жерде мәселе болған жандарымызға бір сырттағы адамдардың татуластыратынын көрсетеді сіздерде. Бір адамдарға, кей адамдарға кедергі келтірсе, сіздерде бір қандай да бір шиеленіс мәселелеріңіз болса, жолыңызбен бірге сізге жат адам сіздерді татуластыруға тырысады деген сияқты. Өте күшті бұл жерде. Тіпті мәселе жоқ болғанның өзінде ешқандай проблема жоқ. Барлығы жақсы, оңды. Адамдар тыңдайды. Қандай болса да қабылдауға тырысады көңіл күйіңізді. Барынша екі адам бір-біріне қолдау береді, демеу болады. Түсінеді бір-бірін көзбен ақ. Сөзсіз деген сияқты. Өте күшті, ешқандай проблема жоқ. Адамдардың, бұл жерде адамдар бір-бірін бір жерде қалып қалмай қолдау береді, бір үлестерін қосады, даму үшін. Яғни сонымен қатар түсінуге тырысады, мысалға ешкім түсінбесе де. Өте күшті. Қарым-қатынас бір ерекше шабытымен, ерекше өзгерісімен болатынын көрсетеді. Өте күшті, ешқандай проблема жоқ. Тіпті қорғайтынын көрсетеді адамдар бір-бірін сыртқы әсерден. Өте оңды. Бұл жерде егіздеріміздегі жұмыс сұрақтарына келетін болсақ, апта кезеңінде қандай болуы мүмкін? Жұмыс сұрақтары өте күшті жұмысыңызда. Бұл жерде сізде жұмысыңызда қандай да бір кемшіліктер болса, соның үстіне жұмыс жасайсыз. Жұмыстан кетуді қаласаңыз, ауыстыруды қаласаңыз, немесе жұмыс кезеңіңізде, көңіліңізде қандай да бір қателіктің үстіне жұмыс жасайтынын көрсетеді. Сонымен қатар барлық шаруаларыңызды бітіретініңізді айтады. Бірнеше мәселелер, екі жұмыс алып бару, екі жұмыспен қатар білім алу, жалпы бір жерде қалып қалмайтыныңыз көрсетеді. Жұмысқа бар ынтаңыз саласыз, өте күшті, өте жақсы кезең деп айтуға болады. Тіпті бәсекелестікте алғырлығыңыз көрсетеді. Сіз сияқты ешкім стратегия құра алмайды, жоспар құра алмайды. Сізге жететін жоқ деген сияқты. Бұл жерде өте күшті. Жұмыстан шығуды қаласаңыз, қандай да бір өзгеріс енгізуді қаласаңыз, қандай нәрсе жұмысыңызда ұнамайды, сол бір проблемаңыз шешетіңіз көрсетеді. Өте күшті. Қателіктеріңізді, көңіліңіз толмаған шиеленіс шешетіңіз көрсетеді. Именно жұмысыңызда. Оңды деп айтуға болады, клиенттер өте көп болады, сауда жақсы жүретінін көрсетеді. Барлығы өзіңізге байланысты. Бірнеше мәселелерде. Тіпті бірнеше шаруаларыңызды, қарбалас шаруаларды шешуге қауқарыңыз жетеді.
егіздеріміздегі финанс ақша сұрақтарына келетін болсақ, аптада қалай болуы мүмкін? Финанс ақша сұрақтар бұл жерде өте ақша энергиясы өте жоғары деп айтуға болады сіздерде, финанс энергиясы. Бұл жерде босқа жарату, төлемдерді төлеу, өзгерістер жоқ. И ыңғайлы кезең, ақша кезеңінде. Ақша кезеңіңізде реттеуге тырысасыз, үнемдеуге. Ақшадағы бір ерекше ақша кезеңі сізге ұнамайтын шын мәнінде көрсетеді. Бірақ бұл жерде проблема жоқ, бірақ сіз ерекше әдіс ойлап табасыз ақшада. Мысалға, осы аптадан бастап осылай жасаймын, ақша туралы осылай әрекет жасаймын, немесе тағы да табыс көзін ойлап табамын, немесе бір үнемдеймін, немесе бір нәрсе аптадан бастап жинай бастаймын, немесе бір алға қойған бір мынадай бір жоспарым бар, соған шолу жасаймын деген сияқты. Өте күшті, ешқандай проблема жоқ жұмыс кезеңіңізде. Жұмыста да, финансыңызда да өте күшті, бірақ тым қатты өзгерістерге мүмкін әлі ерте, келесі аптаға. Ақша кезеңінде ешқандай проблема жоқ, бірақ сол бір жаңағы белсенділік салдары өзгерістерді қаласаңыз, қазірден бастап бір әрекет жасайтын керек, қажет екенін ойластырасыз, ойланасыз и жоспар құрасыз. Өте күшті, бірақ тым қатты өзгерістер апта кезеңінде бір ақшаның бір өзгерістерін күтпеңіздер, келесі апта болуы мүмкін. Шаян белгілері, сәлеметсіздер ме? 3-9 ақпан 2025 жыл. Шаяндарымызды қарап көретін боламыз, сіздерді не күтеді? Ақпан аптасы қандай өзгерістермен болады? Ренжу сәл қалса, кішкентай нәрсені кернеу кезеңі, кішкентай күйзеліс, бір мәселеге бола кедергілер бар деп есептейсіз. Үлкен бір көп шаруалар кешіктірілуі мүмкін сіздерде. Сіздің жоспарларыңыз өзгеруі мүмкін. Маңызды болған жоспарларда тосқауылдар бар сияқты болып көрінеді, немесе бір кез келген нәрсе сізге как бы қарсы сияқты болып көрінеді. Раздражительность жоғары сияқты. Ашулану сәл қалса, эмоцияға ерік беру, сонымен қатар кедергі, жүйкеге кішкене әсер беруі мүмкін. Енді уайымдамаңыздар, ол үлкен бір проблема деп айтуға болмайды. Просто адам сәл нәрсені түйдей жасайды деп айтуға болады. Олай жасаудың қажет жоқ, тым қатты. Айналамен жанжалдасып қалудың алдын алу керек сізге. Сіздің шешімдеріңізге кім қарсы келсе, сіз соған бір шабуылға дайын тұратын сияқтысыз. Жауынгерлік стратегия ұғымы, өзіңізді тым қатты шамадан тыс қорғау, тым қатты бір нәрсені алдын алуға тырысу, тым қатты реакция беру. Бұл жерде шаяндарымызда жалпы сіздердегі қарым-қатынас сұрақтарына келетін болсақ, жұбар жандармен қарым-қатынас сізде мәселе бар сияқты болып көрінеді. Тіпті сіздерде барлығы жақсы болса да, проблема болған жандарға да барлығына бірдей ортақ, яғни әр өзімшілдік, әр жан өзімен айналысу, тіпті ушықтыру, жанжалға алып бару, немесе бір өз деген, әр адам өз деген басқаны тыңдамайды, өз пікірін алға қояды, немесе сен маған қарсы шығып жатсың, бір нәрсе болса кедергі туындатып жатсың деп кінәсіз кінәлі жасауыңыз мүмкін жұбыңызды. Олай жасаудың қажет жоқ. Барлық нәрсе кішкентай теттей нәрсе сізге кедергі болды ма, немесе жоспарыңыз өзгерді ме, айналаны тым қатты кінәлаудың қажет жоқ. Ситуацияны жіберіңіздер, сабырлы болуға тырысыңыздар.
қарым-қатынасқа да әсерін беретін сияқты болып көрінеді. Тағы да шаяндарымызда жұмыс сұрақтарында, жұмыс кезеңде де ол әсерін беретін сияқты. Ренжімеңіздер, бұл солай тым қатты олай бір қарбалас шаруалар көбеюі мүмкін. Мәселелеріңізде көп жоспарларыңыз ауыстыруы мүмкін, шаруалар көбеюі мүмкін. Бірақ жұмыстағы бір қандай да бір әрекеттерде өзіңізді тоқты ұстай алатыныңыз көрсетеді. Жұмысқа бар ынтаңызды, жігеріңізді салатыныңыз көрсетеді, шаруалар көбейеді, бірақ өзіңіздікін дегеніңізде тұрасыз. Жұмыста күшіңіз қауқарына жетеді. Хоть қандай еңбек болса да барлығына дайын екеніңіз көрсетеді. Бейімделе алатыныңыз көрсетеді, бірақ көп шаруаларыңызды, жұмыстағы өзгеріс жоспарларыңыз келесі аптаға қалдырылуы мүмкін. Бірақ проблема туындамайды жұмыста. Тіпті жұмысқа қандай да бір өзіңізге алға қойған бір әрекеттеріңіз, мақсаттарыңыз болса, соған жететініңіз көрсетеді. Осылай жасау керек, осылай жасауым керек деген сияқты жоспарлар болса, барлығын жасайтыныңыз көрсетеді. Бар жігер ынтаңызбен. Жұмыста тым қатты энергияңыз әлсірететін сияқты. Жұмысқа барлығы апта кезеңі, жұмыс кезеңі сіздерде қажырлы болады. Тағы да қарқынды еңбек талап етеді. Шаяндарымызда финанс ақша сұрақтарына келетін болсақ, апта кезеңінде қандай болуы мүмкін? Финанс ақша сұрақтары сіздерде апта кезеңінде финанс сіздерде өте күшті. Қарыздарыңыз жабуыңыз мүмкін, бөлік реттелген, барлығы оңды, жақсарады, жинай бастайсыз. Ақшаның келетінін айтады, қарызыңыз қайтаратынын айтады, көп шаруаларыңыз шешетініңіз айтады. Қандай да бір жоспарыңыз болса, финанс туралы барлығын реттейтініңіз көрсетеді. Хоть сіз несмотря қиын болған жағдайда болуға қарамай, барлығын реттейтініңіз көрсетеді. Кей кезде кішкене мінездегі бір әрекеттер сияқты, былайда барлық әрекеттер жігер, күш, қайрат барлығына жетеді. Сіз ұстаған жеріңізді жібермейсіз, жалпы айтқанда мықтылық танытасыз. Бірақ тым қатты агрессияға берудің қажеті жоқ, және айналамен жанжалға алып барудың қажеті жоқ. Сәлеметсіздер ме, арыстан белгілері сіздерді не күтеді? 3-ші және 9-шы ақпан аралығында 2025 жыл ақпан аптасы қандай өзгерістермен болады, қарап көретін боламыз. Арыстан белгілері. Өте күшті. Билігіңізді айналаға жүргізуге тырысу, өз дегеніңізді алға қою, бірбеткейлік және табандылық танытатыныңыз көрсетеді. Маңызды болған шаруаларда шешетініңіз көрсетеді, толықтай қолға алатыныңыз көрсетеді, өзіңізге сену, тіпті біреулерге көмектесетініңізді көрсетеді, өзіңізге көмек келеді қажет болған кезде сенімділік, абырой, мәртебе жоғарылығы, абыройға ие болу, ерекше сый құрметке ие болу өте күшті. Бұл жерде дегеніңіз тыңдайтын адамдар бар, сізді үлгі ұстайтын адамдар бар. Өте жақсы әрекет. Айналаға мінезіңіз бен әсеріңізді, көңіл күйіңіз көрсете алатыныңыз айтады. Қарым-қатынасқа келген кезде бұл жерде арыстандарымызда жұбар жандармен қарым-қатынас қалай қалыптасады. Жақсы кезең, өте күшті, ешқандай проблема жоқ. Адамдар ақылды шешімдер ешқандай проблема туындатпайды. Жақсару, татуласуға мүмкіндік жоғары болады. Адамдар естілік пен шынайылықты алға қояды, ұстанымында қателіктерге жол бермейді, кедергілерге. Түсінуге тырысады, ешқандай эмоция әрекеттері, романтикалық әрекеттер жоқ болса да, бұл жерде адамдар бағалайды, бір-бірін тыңдайды. Яғни жасы үлкен адамдар, ақылы бар жандармен есті бағалап, талдау осылай болады. Яғни жаңағы ашу ызамен, эмоциямен ешкім еш нәрсеге жетпейтін, есі бар адамдар сияқты, үлкен адамдар сияқты мәселелерін шешетінін көрсетеді. Өте күшті. Мәселе жоқ болған жандарда да өте жақсы. Бірге адамдар ерекше бір-біріңізді қолдау беретін, демеу беретін шаруалар, екеуіңізді бір тұтас мақсаттар біріктіреді, адамды қолдау береді. Сонымен қатар
сіздер көбіне жұптар емес, әріптес, серіктес сияқты бір-біріңізге деуме болатыныңыз көрсетеді. Құрмет, сыйластық барлығы өте күшті. Ешқандай проблема туындамайды. Бірталай шаруаларыңызға көмектесетінін айтады, немесе әр адам өзінің орнын толықтай біледі. Арыстандарымызда жұмыс сұрақтарына келетін болсақ, апта кезеңінде жұмыста мәселе жоқ, өте күшті. Басқару ұғымы болғандықтан ешқандай проблема жоқ. Жұмыста өте оңды, күшті клиенттер, жақсы қарым-қатынаста болу, айналамен барлығымен жақсы әсер қалдыру өте күшті. Қандай жоспарыңыз болса, сол жоспарыңызды бітіретініңіз көрсетеді. Алғырлық, мақтылық, жұмыс кезеңін өте сапалы жасайтыныңыз көрсетеді. Сізге жететіндер жоқ, шеберлігіңізді көрсетеді. Өнімді, табысты еңбек жасайтыныңыз көрсетеді. Көп жақсы бір жоспарыңыздағыдай жоғары деңгейге жететініңіз көрсетеді. Жұмыста өте күшті жұмыс кезеңі, өте оңды. Яғни жұмысыңызда маманысыз, қандай бір жоспарыңыз болса, сол бір жоғары деңгейді көрсетесіз жұмыста. Қай ситуация болса да өзіңізді бейімдей алатыныңыз көрсетеді. Арыстандарымызда финанс ақша сұрақтарына келетін болсақ, өте күшті апта кезеңінде финанс ақша сұрақтары оңды, төлемдер барлығы оңды, қалағаныңызша жарату, босқа шығындар өте көп сияқты сіздерде. Маңызды бір төлемдерге емес, көбіне босқа шығындарға уақыттарыңызды, ақшаңызды босқа шығында жаратпағанға кеңес береді. Шығындар өте көп. Сонымен қатар барлық шаруаларды шешуге мүмкіндік бар, және болмас нәрсе сатып алуға немесе қажет емес болған жаратулар жасауыңыз мүмкін ақшада. Ақшада мүлдем проблема жоқ, уайымдамайсыз, өзіңіздің рахаттануыңызға жаратасыз. Сонымен қатар мәселе болған адамдарда өте күшті оңайлық бар ақша кезеңі. Ақша келетінін көрсетеді апта кезеңінде, бір оңай келетін ақша кезеңі бар. Үнемдегенге кеңес береді, бар ақшаңызды сақтап қалғанға кеңес береді. Оңай келген ақша оңай кетті деп айтудың қажеті жоқ деген сияқты. Финанс өте күшті, жақсаруды күтіңіздер. Өте оңды, тіпті жылдам кезеңде жақсару бар. Бұйырса әрине. Сәлеметсіздер ме, құрметті бикеш белгілері, энергияңызға қарап көретін боласыз, бикештер. 3-9 ақпан 2025 жыл не күтеді, құрметті бикештерімізді? Апта кезеңі. Жайбарақаттық, кейбір бикештеріміз жалқаулық танытуыңыз мүмкін. Ешқандай проблеманы уайымдамау, ешқандай проблема туындамайды. Барлығы жайдары, жайлы, комфорт кезең деп айтуға болады. Бірақ маңызды шаруаларда реттеуге оңай таңдау жасайсыз, әрбір шешімдеріңіз таңдауыңыз ретте болады, барлығы оңды болады. Ешқандай проблема туындамайды, сыртқы әсердің өзі көп шаруаларыңыз шешіп беретінін көрсетеді. Жаңағы нәтижесін көру, осы уақытқа дейінгі сіздің тәжірибеңіз, іс-әрекетіңіздің нәтижесін көретінін көрсетеді. Жемісін жеу, ақтау, оңайлық. Кейбір шаруалар сіздің күш қажырлы еңбегіңіздің нәтижесін көретініңіз көрсетеді. Мысалға, проблема туындатпайды. Сонымен қатар соған да мән беру керек жалпы бикештерімізге. Еңбегіңіз бағаланады, шешімдеріңіз бір дұрыс шешім қабылдайсыз, немесе бір шешіміңіз сізге бір күшті бір әсерінің нәтижесін көрсетеді. Ол қателеспеппін, осыны дұрыс жасаппын деген сияқты бір өзіңізге сенімділік артады. Бикештеріміз жалпы сіздердегі қарым-қатынас сұрақтарына келетін болсақ, жұбы жандармен апта кезеңінде қарым-қатынаста
Мәселе бар жандар татуласу мүмкіндігі жоғары, жақсару мүмкіндігі. Ешқандай проблема жоқ, ешқандай конфликт, ешқандай шиеленіс жоқ. Барлығы ретті болады, өзгерістер болады. Жақсы тарапқа қарап адамдар жақсарту үшін атсалысады. Егер проблема жоқ қарым-қатынас болса, бізде барлығы жақсы деген қарым-қатынас болса, жалпы бекештерімізде тым қатты романтикалық әсер жоқ. Көбіне сыртқы әсермен жүретініңіз айтады. Яғни талқылауға, әрекеттерге қарым-қатынаста құбылмалы болады. Яғни ашып айту, мәселе бар болса да, мәселе жоқ сияқты қарауға тура келеді. Апта кезеңде еш нәрсе тіпті түсінбеуіңіз мүмкін бір-біріңізді, бірақ барынша ешқандай у шықпайды, ешқандай конфликт, ешқандай кедергі, адамдар бір-біріне ешқандай бір қарсылықтарын көрсетпейді. Барлығы жайлы кезең, бірақ бір тегіс емес. Тағы да бекештерімізде жалпы жұмыс сұрақтарына келетін болсақ, апта кезеңде жұмыс кезең қалай болуы мүмкін, қалыптасады. Жұмыста да тым қатты қауқарыңызды салмай жатқаныңыз көрсетеді. Жұмыс кезең барлығы оңды. Клиенттер құбылмалы болуы мүмкін, тұрақсыз. Жұмысқа мұқиятсыздық танытуыңыз мүмкін, барынша. Бір жаңа өзгерістерді қабылдай алмай жатқаныңыз көрсетеді жұмысыңызда. Кейбір сұрақтарға сіз үшін жұмыс кішкене бір түсініспеушіліктермен туындатады. Жұмыста кішкене бір кедергілер бар, тұрақсыз болуы мүмкін. Кейбір мәселелер сізге тым қатты жігеріңізді оятпайды жұмыста. Кейбір мәселелерге шешуге асықпайтыныңыз көрсетеді. Бұл жерде сізде бейімделе алмау бар жұмысқа деген. Тұрақсыз бұл кезеңдерде. Тағы да бекештеріміздер сіздердегі финанс ақша сұрақтарына келетін болсақ, апта кезеңінде финанс ақша сұрақтары қалай қалыптасады? Финанс ақша сұрақтарында сіздерде барлығы оңды, әрине еңбекпен келеді, барлығы. Ақша кезеңі өте жақсы, барлығы ретті, жоспардағыдай болады, барлығы жоспарлар ауыспайды финансыңызда, мысалға жинау керек па, реттеу керек па, барлығы күшті. Бірақ кейбір мәселеде сіздерде бір асығыстық бар сияқты, ақша кезеңі хоть сізде күшті болып жатса да, сізде бір ақшаға деген кішкене бір көңіліңізден шықпай жатқанын көрсетеді. Хоть барлығы күшті сіздерде, барлығы ретті болып жатса да, белсенді болмай жатқан үшін финансыңызды көбірек уайымдауыңыз мүмкін. Хоть барлығы күшті болса да, белсенді болмай жатыр, көбеймей жатыр, жылдам болмай жатыр, немесе бір өзгерістер жоқ, мен өзгеріс қалаймын деген сияқты. Әрине еңбекпен келеді ақша кезеңі. Барлығы оңды, ешқандай проблема жоқ, бірақ адам тынышсызданатынын көрсетеді. Мысалға финанстағы бір ерекше өзгерісті қалайсыз. Сондықтан амалдарын жасап жатқаныңыз көрсетеді. Финанста мүлдем проблема жоқ, тіпті жақсару бар, өте күшті жақсару бар. Барлығы жоспардағыдай болатынын көрсетеді. Финанста проблема жоқ, барлығы күшті, әрине. Сәттілік тілеймін, барлығы жақсы болсын. Бұйырса, әрине. Құрметті Тараз белгілері, 3 және 9 ақпан 2025 жыл. Қарап көретін боламыз. Таразыларымыз не күтеді апта кезеңі? Ақпан аптасы не күтеді? Таңдау
шапшаңды қатар алып жүру көп шаруаларды. Қандай да бір шешімдеріңізді таңдауға түсуіңіз мүмкін, таразы белгілері. Бірнеше шаруаларды қатар алып жүруге тура келеді. Кейбір шешімдеріңізді бір өзіңіз шешпегеніңіз үшін. Кейбір сұрақтарды, мағлұматтарды жинап алып болған соң көмек қабылдап, реттеп алғанға кеңес береді. Маңызды мағлұматтар сізге мағлұматтар болуыңыз мүмкін, жаңалықтар болуы мүмкін, әрине өзгерістер болады, пікір, жоспарларыңыз, талдау, қайта ойлану процесі жүреді. Қайта ойланып алуыңыз мүмкін, көп сұрақтарыңызды, шаруаларыңызды шешуге асықпайтыныңыз көрсетеді. Өзгерістер бар, жоспарларыңыз өзгереді, немесе бір нәрсеге көзіңіз жетеді, бір нәрсеге мағлұмат алады, немесе бір жоспарларыңыз ауысады. Бір алмай жүрген мағлұматыңызда маңызды мағлұмат алуыңыз мүмкін, тәжірибеңіз көбейеді. Қажет емес нәрселерді ысырып тастайтыныңыз көрсетеді, өміріңізді тазалайтыныңыз көрсетеді. Кедергілерден, тосқауылдардан өзіңізді жинақталып алатыныңыз көрсетеді. Таразы белгілері жалпы сіздердегі қарым-қатынас сұрақтарына келетін болсақ, жұбар жандармен қарым-қатынас қалай қалыптасуы мүмкін апта кезеңінде. Қарым-қатынаста тым қатты бір тегіс емес, бір сұрақтар туындауы мүмкін. Көңіл бөлмеу, алшақтық, түсініспеушіліктер бар. Сонымен қатар романтикалық әрекеттер жоқ. Тіпті барлығы жақсы болса да, проблема болған жандарға да бірдей ортақ сияқты бір ситуациялар, екі адам бір жерден шықпайды пікірі. Бір адам мысалға мәселе жоқ деп есептейді, екінші адам мәселе бар ғой деген сияқты. Екі адам бір-біріне түсініспеушіліктер бар, тепе-теңдік жоқ бұл жерде. Соның салдарынан аптаның соңында бір мәселеде талқылаулар жүреді. Тағы да таразыларымызда финанс ақша сұрақтарына келетін болсақ, апта кезеңінде финанс ақша сұрақтарыңызда бұл жерде бірталай шаруаларыңыз шешетініңіз көрсетеді, барлығы ретті болады, өзгерістер бар, шығындар аяқталады, бір ситуацияда шешімдер, төлемдеріңіз төленеді, барлығы өзгерістер бар. Тағы да қосымша табыс болуы мүмкін, ақша көбейетінін көрсетеді. Жақсы болады барлығы, өте күшті финанста өзгерістер бар. Босқа шығындар жасаудың алдын алу керек сіздерге. Әрбір шығындарыңызда ойланып алыңыздар. Финанс өте күшті. Бірталай шаруаларыңызды шешілетінін көрсетеді. Қосымша табыс туралы әрекеттер бар. Алып жатқан қарыздарда немесе бір сатып алымдарыңызда қайта-қайта ойланған жөн. Жоспарланбаған сатып алулардан аулақ болыңыздар, соңында өкініп қалмау үшін. Сіздерде финанста бірталай шаруаларыңыз шешетініңіз көрсетеді, жақсару бар. Сонымен қатар финанс оңды өте күшті. Бұл жерде просто адам ойланбай жасауға, шығын жасау мүмкін. Байқаған жөн. Ақша кезеңіңізді ұстап қалыңыздар. Ешкімге қарыз бермеңіздер, соған мән беру керек. Жұмыс сұрақтарына келетін болсақ, жұмыс кезеңі сіздерде кейбір ситуацияның үстінде жұмыс жасауға тура келеді, қателіктеріңіздің үстінде, проблемалардың үстінде, түсініспеушіліктеріңіздің үстінде ынтаға қарап, қандай да бір әрекеттер бар, көңіліңізден шықпай жатқан, соны жөндейтініңіз көрсетеді. Жұмыста тағы да тәжірибе қажет, бір өзіңіздің пікіріңіз емес, басқаның пікірінде тыңдап көргеніңіз жөн. Сонымен қатар өзіңізді дамытатыныңыз көрсетеді, бір проблеманың үстінде жұмыс жасайтыныңыз көрсетеді, кейбір таразыларыңызда ойланып жатқанын көрсетеді, жұмыс туралы, тағы да қосымша жұмыс немесе басқа жұмысқа ауысу туралы ойланатындарын көрсетеді. Бұлайда жұмыспен қатар бірнеше мәселені алып жүруге тура келеді, сол сіз шаршатады. Мысалға, бірталай шаруаңызды шешуге кедергісін туындатады. Жұмыспен қатар тағы да біршама міндеттер көбеюі мүмкін. Сол кезең кішкене сізді қынжылтады, немесе шаршатады. Соның салдарынан реттегенге кеңес береді. Тым қатты асықпаңыздар. Барлық шаруалар ситуацияны біреуін толықтай бітірген соң ғана екіншісіне жасағаның жөн. Сәттілік тілеймін.
Келесі жұлдыз белгісі саршаян белгілері. Энергияңызды қарап көретін боламыз. 3-9 ақпан 2025 жыл. Не күтеді? Ақпан аптасы. Саршаян белгілерін қарап көретін боламыз. Жаңалықтар, өзгерістер, тәуекелге бұру, қызығушылықтар. Кейбір ситуацияны толықтай соңына дейін талдай алмай жатқаныңыз көрсетеді. Тек қана қызығушылық бар. Бір жағдайдың тек қана жақсы тарапын ғана ойлайтыныңыз көрсетеді. Толықтай есті баға беру шалдары жоқ сияқты. Асықпаңыздар кейбір шаруаларды. Әрине сенімділік қажет. Бұл жерде бірталай мәселелеріңізді шешуіңіз мүмкін. Ақылдылық танытасыз. Сонымен қатар ынтаңыз бен тәуекелмен бірге мүмкіндік пен ақылыңызды қатар жүретінін көрсетеді. Шаруаларда өз дегеніңізді ғана қойыңыздар, ақылыңызға сеніңіздер. Кейбір әрекеттер сіздегі бір іштен келетін шабыт, елде жоқ идея сізді көп нәрсеге жеткізуі мүмкін. Алғырлығыңызға. Бір өзіңіздің шешіміңізді ғана тыңдаңыздар. Біреулердің пікірлерін қажет емес. Сонымен қатар мағлұмат жинаңыздар. Асықпаңыздар деп жатыр. Қазіргі ситуацияда мүмкін сіз дұрыс күшті әртүрлі идеялар, өзгерістер бар, шешімдеріңіз бар, қадамдарыңыз бар. Дұрыс күшті идеялар болады. Бірақ кейбір мәселені толықтай ақылға салғанға кеңес береді, таразыға салғанға. Әрине біз ойланған кезде қана жақсы тараптарды ойлаймыз. Сіздер екі тарапында өлшемді түрде ойланғанға кеңес береді. Өте күшті бірталай шаруалар, ақылдылық, бір өзіңіз көп нәрсені шешуіңіз мүмкін. Бірталай шаруаларыңызда шешімділік, мықтылық бар. Тағы да саршаяндарымызда жалпы қарым-қатынас сұрақтарына келетін болсақ, жұбар жандармен аптада қандай болуы мүмкін? Қарым-қатынас кезеңі. Қарым-қатынаста өте күшті, жақсару, татуласу мүмкіндігі 100% деп айтуға болады, өте күшті. Жақсару бар, қарым-қатынаста мүлдем проблема туындамайды. Барлығы оңды, романтика әрекеттер, сезім, тағы да қызығушылықтар, тартылыс күші, физикалық тартылыс, қызығушылық, құмарлықта оянады. Өте күшті. Адамдар бір-біріне тіпті тағы ғашық болу кезеңі орын алады деп айтуға болады. Өте күшті. Ешқандай проблема жоқ. Өте оңды. Бір-бірінің үстінде жұмыс жасайды адамдар. Тағы да саршаяндарымызда сіздердегі жұмыс сұрақтарына келетін болсақ, аптада қандай болуы мүмкін? Жұмыс кезеңі. Жұмыс сұрақтарында сіздерде кішкене бір сұрақтар. Бұл жерде жұмыс кезең қарбалас болады, шаруа. Сіз шаршатады, жауапкершіліктер көбейеді, міндеттер көбейеді. Жұмысыңызбен қатар жұмыс, жаңа өзгерістер. Бірақ бірталай шаруаларыңызды шешуіңіз мүмкін. Нәтижеге жету, бір өзіңіздің еңбегіңізбен, немесе сізге бір шама міндеттер артылуы мүмкін. Тағы да бір мысалы мынаны жасайсың деген сияқты сіз шаршатады сол кезең. Жаңалықтар кішкене қинайды сізді, соның салдарынан да болуы мүмкін. Кейбір сұрақтарда. Жұмысыңызға бірнеше жұмыстар көбеюі мүмкін. Бірақ барлығын жасау қолыңыздан келеді сіздерде. Немесе қатар қосымша жұмыс алып баруыңыз мүмкін. Сол сізді тым қатты шаршатуы мүмкін. Бірақ мықтылық, қауқар, жігеріңіз жетеді, қайратыңыз. Ең бастысы ынта бар, шабыт бар. Жақсы бір нәтижеге жетуіңіз мүмкін жұмыс кезеңінде. Саршаяндарымызда финанс ақша сұрақтарына келетін болсақ, апта кезеңінде. Финанс ақша сұрақтарында өте күшті. Ешқандай проблема жоқ. Жақсару бар тіпті. Ақша кезеңінде көмектесетінін көрсетеді сіздерге. Ақша келетінін көрсетеді, жақсаратынын көрсетеді. Бұл жерде болмас нәрсеге де жарату жоқ ақшаны. Барлығы оңды, рахаттану,
финансты уайымдамау мүлдем. Бірақ нақты төлемдер, өзгерістер ақырындап болады. Адам финанс кезеңіне жайбарақат болатынын көрсетеді. Комфорт кезең деп айтуға да болады тіпті. Тіпті қалағаныңызша жаратсаңыз да ешқандай бір кедергісін туындататынға ұқсамайды. Өте күшті финанста. И босқа жарату да жоқ бұл жерде. Адам барынша реттеп жақсартады, тіпті қажетті болған нәрсеге ғана. Тіпті жинауға да мүмкіндік болады. Өте күшті. Ақшадағы әлеует жоғары деп айтуға болады. Өте күшті финанс. Жақсару бар. Сәттілік тілеймін. Сау болыңыз. Мерген белгілері сәлеметсіздер ме? Сіздерді не күтеді? 3 және 9 ақпан аралығында 2025 жыл ақпан аптасы не күтеді? Құрметті мерген белгілері қарап көретін боламыз. Ыңғайлы кезең, ешқандай жайбарақат, жайдары, жайлы кезең деп айтуға болады. Атмосфера оңды. Бірақ бір шаруаларда кішкене жалқаулық таныту, немесе жасап біткен тірлікке рахаттанып қарау. Біткен соң нақты. Бірталай шаруаларыңыз шешілетінін көрсетеді сіздерде де. Маңызды болған шаруалардың барлығы. Егер көп шаруаларда сізге байланысты емес, сыртқы әсерге байланысты сияқты күтуге тура келетін шаруаларда күтетініңіз айтады. Бір нәрсені дайындап болып, нәтижесін күтіп отқаныңыз көрсетеді. Көп маңызды болған, жаңадан болған ескі шаруаларға ғана уақытыңыз арнауыңыз мүмкін, жаңа шаруаларға біраз уақыттан кейін, яғни келесі апта қалуы мүмкін. Кейбір мәселелер сізге байланысты емес, сіз тараптан әрекеттер болды, сіз күтесіз, сыртқы әсердің әрекеттерін күтуге тура келеді. Сабырлы, салмақты әрекеттер бар, асығыстық танытпайтыныңыз көрсетеді, барлығы оңды, жайлы, жақындарыңызбен бірге уақыт өткізуіңіз мүмкін. Барынша сіз әрекетіңіз жасадыңыз, енді жоғарғы күштер әрекетін көрсетсін деген сияқты. Мергендеріміздегі сіздердегі қарым-қатынас сұрақтарына келетін болсақ, жұбар жандармен қарым-қатынас қалай қалыптасады? Өте күшті. Мәселе болған жандарда татуласу мүмкіндігі жоғары, оңды, өзгерістер бар, қарым-қатынас деңгейі жақсарады. Тағы да ерекше көзқарас пайда болады. Адамдар жұмсақтық таныту, жылулық таныту кезеңдер орын алады, өте күшті. Романтикалық әрекеттер ақырындап ойына бастайды. Адамдар бір-біріне жылулық таныта бастайды деген сияқты. Құрметтей бастайды, өте күшті. Проблема жоқ. Тіпті бір нәрсеге қуану, бір өзгеріске қуану, бір өзгерістің орын алатыны, жақсы өзгерістер болуы, қуанышты сәттер немесе бір сонымен қатар өте күшті. Мүмкін отбасылық қуаныштар, ортақ қуаныштар өте күшті болады. Өзгерістер болады. Немесе бір адам екінші адам күшті қолдау береді, жеңісін. Немесе бір адам екінші адамға бейімделеді, құрметтейді, орнына қояды, жай адам. Соны екінші адам бағалайды деген сияқты. Өте күшті. Өте күшті, оңды. Қалай подход жасауды, қалай қарым-қатынас жасауды біледі екі адам бір-біріне. Екі адамда взаимность болады бір-біріне деген. Тағы да мергендерімізде жалпы жұмыс сұрақтарына келетін болсақ, апта кезеңде жұмыста шаршатуы мүмкін көп шаруаларды. Жұмыста сіз мұқиятсыздық танытатыныңыз көрсетеді. Жұмыста кішкене бір әріптестермен сөзге келе алмай қалу, сонымен қатар клиенттермен тым қатты мәселеге, көп мәселелеріңіз тереңнен бітіре алмауыңыз мүмкін. Көп шаруаларды кішкене бір кедергілер бар. Немесе бір шаруа айналып тұрады, соңына дейін біту қиын болады.
келесі аптаға қалады. Бұл сіздің кішкене бір шаруаларды уақытылы жасамағаныңыз үшін немесе бір шешімділігіңіз жоқ болған үшін, жұмысқа тым қатты қауқарыңызды бермей жатқаныңызды көрсетеді. Бір мәселенің үстінде созылып жүретінін айтады. Сізді қатты бұл қынжылтпайды, бірақ уайымдатпайды, бірақ бірталай шаруаларыңызда шешуге асықпайтыныңызды көрсетеді. Басқа нәрселерге шаруа бар. Жұмыс кезеңі. Ұнамсыз жұмысқа энергияңызды тым аз бөлесіз. Соған да назар аудару керек. Тағы да мергендерімізде тым қатты жайбарақаттық бар сияқты. Жұмыс кезеңінде қандай да бір өзгерістер немесе бір нәтиже сырттан бір өз шешілетінін күтетін сияқты. Өзіңіздің араласқаныңыз қажет. Мергендерімізде финанс ақша сұрақтарына келетін болсақ, апта кезеңінде қандай болуы мүмкін? Финанс ақша сұрақтарында өте күшті сіздерде. Бірақ сіздерде де жаңағы алдыңғы жұлдыз белгісіне ұқсап, ұмытып қалдым қайсысы екен. Бұл жерде ақша кезеңінде сіздерде барлығы күшті, бірақ жинай алмай жатқаныңыз үшін немесе бір жоспарыңызға бөліп жатқан болсаңыз, бір салыстыру ма өткен аптамен бір шығындар көп сияқты болып көрінеді. Немесе ақша кезеңі сіз қалаған. Өткен сізде үнемдеу жоқ, немесе сатып алған нәрсеңізге өкінуіңіз мүмкін. Үнемдегенге кеңес береді. Болмашы нәрсеге сатып алудың қажеті жоқ. Ақша кезеңі өте күшті, бірақ сіздерде дұрыс жарату жоқ, жұмсау жоқ. Барлығы ретте ешқандай проблема туындамайды. Қалағаныңызша реттеуіңіз мүмкін. Бұл жерде ақшаңызды жаратып та білесіз, жинап та білесіз. Бірақ кейбір мәселелер өткен шақтағы әрекеттер мүмкін сізді қынжылтады, өкіндіреді немесе бір салыстырулар жүреді. Тым қатты өзгеріс қалайсыз ба, сондай бір. Финанс кезеңіндегі бір ощущениеңіз, өзіңіз сезінуіңіз ұнамсыз болуы мүмкін. Бұлай да бірақ күшті. Сондықтан үнемдеңіздер. Финанс кезеңі өте оңды, ешқандай проблема туындатпайды. Тек қана адам кейбір ситуация өкінуіңіз мүмкін ақша кезеңінде. Сондықтан байқаңыздар. Қайта ойланып шешім қабылдаңыздар. Сәттілік тілеймін. Тау ішкі белгілері 3-9 ақпан аралығы 2025 жыл не күтеді? Ақпан аптасы тау ішкі белгілері не күтеді? Тым қатты сын мінездеу немесе реттеу. Барлық шаруаларыңызды қадағалауда ұстауға тырысуға. Тым қатты күйзеліс кезеңі, шаршау немесе раздражительность сіздерде жоғары деңгейде болуы мүмкін. Кішкене бір жүйке жүйесінде бір тынышсыздықтар туындауы мүмкін. Демалу болу керек сіздерге көбінде іс-әрекеттерде жалпы. Тау ішкі белгілер сіздердегі маңызды сұрақтарда пока что асықпай жатқаныңызды көрсетеді. Кейбір мағлұматтарда әлі дайын емес екеніңізді көрсетеді. Кейбір сұрақтар сізге толықтай жетпей жатқаны, бірақ көмектесетін адамдар болады. Көп мәселеңізде шешімділік жоқ. Кейбір мәселелерде тым қатты атсалыспай жатқаныңызды көрсетеді бір шаруаларда. Реттеп алуды жөн көресіз, әрине дұрыс. Барлығын реттеп алуды, мағлұматтар жинауды, асықпауды жөн көресіз. Қажетті болған мағлұматтар алуыңыз мүмкін. Көмектесетін адамдар болады. Бір жаңалықтар келуі мүмкін. Бір жақындарыңыздан немесе бір сізге қажет болған адамдардан комплименттер естуіңіз мүмкін.
жалпы. Тауышко белгілер жалпы сіздердегі қарым-қатынас сұрақтарына келген болсақ, жұбы бар жандармен қарым-қатынас өте жақсы, ешқандай проблема жоқ, өте оңды, ол жерде қолдау беретінін көрсетеді, бір-біріңізге демеу болатын, бір-бірін түсінетін, ғашық жандар, романтикалық әрекеттер бар, ешқандай проблема жоқ. Татуласу мүмкіндігі жоғары, проблема болған жандарда. Мүмкін жұбыңыз сізге қолдау береді, сізге демеу болады деген сияқты. Романтикалық әрекеттер, тартылыс күшу, қызығу, жаңа сезімдердің оянуы, жақсы болып кететініне сену әрекеттері бар. Кейбір сұрақтарда өте күшті, ешқандай проблема жоқ қарым-қатынаста. Татуласу мүмкіндігі жоғары. Бір-біріне көңіл бөлу, сезімдерін көрсету, ең бастысы қолдау беретін, демеу беретін көрсетеді. Тауышко белгілері сіздердегі жұмыс сұрақтарына келетін болсақ, жұмыс қандай болуы мүмкін, өзгерістері. Жұмыс сұрақтары қарбалас шаруалар көбеюі мүмкін, бірнеше шаруалар, міндеттер көбейіп кетеді, сізді шаршатады сол бір кезең, кейбір ситуацияларда. Бірақ барлығы күшіңіз жетеді, өзіңізге өзіңіз көңіліңіз толады, хоть сіз шаршасаңыз да, ешқандай проблема жоқ, барлығы жақсы. Көңіліңіз толады, ыңғайлық, жайлылық болады, бірақ аптаның соңында. Хоть көп шаруалар болса да, барлығын шешетініңіз көрсетеді, ешқандай проблема жоқ. Барлығы жайдары, жайбарақат кезең көрсетеді. Тіпті қолдау беретін адамдар болады. Жалпы сіздерде қолдау беретін адамдар өте көп сияқты. Хоть сіз барлығын шешімділікпен жүйкеңізге әсер беріп жатса да, кейбір ситуацияны тым қатты қабылдап жатқаныңыз айтады, жүрегіңізге жақын. Жүйкеңізге әсер береді, тым шамадан тыс көп ойланатыныңыз көрсететін сияқты. Жалпы. Тағы да тауышко белгілері жалпы сіздердегі финанс ақша сұрақтарына келетін болсақ, апта кезеңінде финанс ақша сұрақтарында өзгерістер бар, заңды түрде келетін ақша, өте оңды. Ақшаға деген көзқарас, үнемдеу, жинай бастауға шешім қабылдау, ешқандай болмашы сатулар болмайды, барлығы орнымен болады. Тым қатты төлемдер әрекеттері қинамайды, сізді ешқандай проблема туындатпайды. Просто ақшаға деген көзқарас болды, осы аптадан бастап жинай бастаймын деген сияқты бір әрекеттер бар. Немесе бір ақша кезеңіңізде бір адамдардан құпия сақтауға тырысатыныңыз көрсетеді. Бір адамдар білуге құмартып танытатын сияқты ақшаңызға, финансыңызға. Финансыңызда жақсару бар, проблема жоқ ешқандай. Бірақ төлемдер, нақты кредиттар жабу, ақшаның бір аптаның ішінде ақшаның бір қомақты сомада келетін әрекеттерін көрсетпесе де, бұлайда оңды, ешқандай проблема жоқ. Просто ақшаға деген, жаратуға деген көзқарас немесе құпия сақтауға деген көзқарас өзгеретінін айтып жатыр. Барлығы жақсы, оңды. Хоть өзіңізді, хоть жүйкеңізге әсер беріп, сіз шаршатып жатса да, барлығын оңды қадағалауда ұстауға тырысатыныңыз көрсетеді, өте күшті. Келесі жұлдыз белгісі су қойғыш белгілері. Сіздерді не күтеді? 3-9 ақпан аралығы. Ақпан аптасы. 2025 жыл. Энергияңызды шақырып көретін боламыз. Не күтеді? Су қойғыш белгілері. Кейбір ситуацияларда тым қатты мұқияттылық таныту, шамадан тыс мұқияттылық танытып жатқаныңыз көрсетеді. Қателік жасамау үшін эмоцияңызды көрсетпей, ішіңізде сақтап, жабылып,
айналаға көрсетпеуге тырысу кедергілер көп шаруаларда. Кейбір сұрақтарда кедергілер бар сияқты болып көрінеді. Маңызды сұрақ жоспарларыңызды келесі аптаға қалдырасыз. Осы аптаның ішінде емес, кейбір кедергілер бар, сұрақтар бар. Сонымен қатар мәселелер бар сияқты болып көрінеді. Тағы да бұл жерде өзіңізге сенімділік кішкене төмен сияқты болып көрінеді. Кейбір сұрақтарда күмәндар бар сияқты болып көрінеді. Таңдаулар бар сияқты болып көрінеді. Бір әрекетке өзіңізге сенімсізсіз. Бір әрекеттерде күмән бар жаулап жатқан. Тағы да соққығыштарымызда сіздердегі жұмыс сұрақтарына келетін болсақ, жұмыс кезеңі қалай қалыптасуы мүмкін аптада. Жұмыс кезеңінде өте күшті, ешқандай проблема жоқ, бірақ жұмысқа ынта төмен, кішкене әріптестермен, клиенттермен сөзге келе алмай қалу мүмкіндігі жоғары. Кейбір сұрақтарда тым қатты өзімшілдігіңіздің салдарынан кейбір әрекеттерде айналаға бір өзіңіздің басымдылығыңызды көрсетуіңіз мүмкін. Бұлайда жұмыс кезеңі өте күшті, бірақ кейбір именно араласатын әрекеттерге келген кезде кішкене сұрақтар бар сияқты болып көрінеді. Бұлайда жұмыс кезеңі оңды. Мүмкін сіздің бір алғырлығыңыз көрілмейтін адамдар болады деген сияқты, мысалы сенімділігіңізді, шешімділігіңізді кедергі болуға тырысады. Мысалы сізді күмән келтіруге тырысады. Хоть сізді күшті жасап жатсыз жұмысыңызды. Сенімділік қажет сізге. Сенімділік, шешімділік, өзіңіз қолға алу керексіз. Таңдауларда асықпау керексіз, біреулердің сөзіне мән бермеу керексіз. Өзіңізге сенімді болсаңыз, барлық шаруа күшті болады сіздерде, соған мән беру керек тағы да. Біреуден көмек күтудің қажеті жоқ, өзіңізге өзіңіз демеу болыңыз. Әрекеттеріңізді тәуелсіз шешімдер қабылдап үйреніңіз. Именно аптада сізге қажет. Соққығыштарымызда жалпы сіздердегі қарым-қатынас сұрақтарына келетін болсақ, жұбар жандармен кішкене қарым-қатынаста бір тұрақсыздық бар сияқты болып көрінеді. Татуласуға мүмкіндік төмен. Барлығы жақсы болған жандарға да кішкене қауіптілік төніп тұратын сияқты. Кейбір әрекеттерде түсініспеушіліктер бар арада. Сұрақтар бар сияқты болып көрінеді. Бір немесе екі адамның бір түсініспеушіліктері. Бұл жерде жанжал емес, тек қана адамдар аз көңіл бөлу бір-біріне. Сондай бір әрекеттер бар сияқты болып көрінеді. Ушықтырып жібермегенге кеңес береді. Түсініспеушіліктер өте көп, сұрақтар өте көп. Именно қарым-қатынасыңызда аптада бір кедергілер туындап қалуы мүмкін. Тым қатты сынамағанға кеңес береді. Ушықтырмағанға кеңес береді. Барынша қабылдағанға. Тағы да бұл жерде бұл реніштер жалғасып келе жатқан реніштер сияқты болып көрінеді. Соққығыштарымызда жалпы сіздердегі финанс ақша сұрақтарына келетін болсақ, финанс ақша сұрақтарыңызда проблема жоқ, бұлайда өте оңды, аса қатты өзгерістер де жоқ. Ақшаңызды ақша кезеңінде уайымдамайтыныңыз көрсету, ойламайтыныңыз көрсету мүлдем ақшаңызды, финансыңызды апта кезеңінде. Бірақ нақты бір маңызды шешімдер, төлемдер, өзгерістерге жол жоқ. Тым қатты өзгерістерді қаласаңыз, келесі апта болуы мүмкін. Бұл жерде бірақ адамды бұл қынжылтпайды, адамға бұл ыңғайсыздық туындатпайды, барлығы жайлы. Хоть сіз қалай жаратсаңыз ақшаңызды, бұл жерде өкініш сезімі туындамайды. Бірақ бір жинауға, жоспарларға, реттеуге бір әрекеттер адам ойланбайды. Яғни барынша ситуацияны қабылдайды и қажет болған әрекетпен жоспар жасайды. Тым қатты жоспар да жоқ, мысалы бір әрекеттер, мақсат әрекетте, финанста бір өзгерістер, алғырлық жоқ финанста. И шағым да жоқ ешқандай, соған да мән беру керек. Шешімділік қажет, соған мән беріңіздер. Сәттілік тілеймін. Келесі жұлдыз белгісі
Балық белгісі энергияңызды қарап көретін болыңыз. Балықтар 3 және 9 ақпан аралығы 2025 жыл ақпан аптасын не күтеді. Энергияңызға қарап көретін боламыз, құрметті балық белгілері. Өте күшті. Жайдары, жайлы кезең сезімдер болатынын көрсетті жалпы балықтарымызда. Ешқандай проблема жоқ. Мейірімділік танытатыңыз, тым қатты сезімге беретініңіз айтып жатыр. Шамадан тыс. Шаруаларыңыз сыртқы әсермен бітеді, көп шаруаларыңыз бітіретіңіз. Алғырлық өзгерістер болады, жылы болады шаруаларыңызда, жұмыстарыңызда. Өзгерістер болады, жаңалықтар келеді, жақсы жаңалықтар. Сізге көмектеседі, тіпті жоғарғы күштердің өзі сізге қолдау беретін сияқты болып көреді апта кезеңде. Өте оңды. Хоть сіз тым қатты әрекет жасамасаңыз, сізге өз жолдарыңыз ашылып, бір шаруаларыңыздың жылжып бара жатқан мәселеңіздің шешімділігіңіз дұрыс екені, бірталай шаруаңыз шешуге мүмкіндік болатынын көрсетеді жалпы. Өте күшті сіздерде, балықтарда. Ешқандай проблема жоқ. Оңды, барлығы өз ретімен, өз ағымымен жүріп жатқанына адамның рахаттануы, барынша қабылдау, ешқандай ызалану жоқ бұл жерде. Балықтарымызда қарым-қатынас сұрақтарына келетін болсақ, жұбар жандармен қарым-қатынас өте күшті, ешқандай проблема жоқ, татуласу мүмкіндігі жоғары, барынша өзгерістер болады. Қандай да бір өзгерістер болады, тіпті татуласу, жақсару, жылулық танытатыныңыз көрсетеді. Қарым-қатынас бірдей болып қалмайды, өзгерістер бар. Ерекше бір сезімдер оянады, ерекше өзгерістер болады. Адам көзқарасы өзгереді жұбына деген. Сезімдер ашылады. Жалпы жылулық болады, жұмсақтық танытады деген сияқты. Өте күшті. Қарым-қатынаста жақсарып қарап өзгерістер бар. Тіпті хоть мәселе жоқ деген адамдардың өзінде бір өзгерістер байқайсыздар. Жақсарапқа қарап. Мүмкін түсінеді бір нәрсеге, мүмкін сіз бағалайды, ерекше қайта ойлану процесс жүреді. Тағы да балықтарымызда жұмыс сұрақтарына келетін болсақ, жұмыс кезеңі өте күшті, ешқандай проблема жоқ сіздерде. Барлығы оңды, жалпы апта кезеңі сіздер үшін сәтті деп айтуға болады. Жұмыста жақсы қарым-қатынаста болу, әріптестермен, бастықтарыңызбен немесе клиенттеріңізбен өте оңды болады, жалпы айтқанда, жұмыс кезеңінде. Барлық шаруаларыңызды реттейтініңіз көрсетеді, барынша қабылдап әрекеттеріңіз, сәттіліктер. Жалпы жұмыста бір тым қатты еңбегіңіз болмаса да, барлығы сіз қалағаныңыздай реттеледі, жүреді барлығы. Жұмыста шеберлігіңізді танытасыз, абыройға ие боласыз. Қандай бір жоспарларыңыз болса, барлық жоспарларыңыз сәтті болады, жұмыста ешқандай проблема туындамайды. Шеберлігіңіз дамиды жұмыста. Сіздің дегеніңіз болады деген сияқты, дегенің шаруаңызбен жүреді. Жалпы өте күшті, барлығы қадағалау үстінде болады, ешқандай проблема жоқ. Барынша қабылдау. Барлығы сіздің еңбегіңізбен, қажырлы еңбегіңіздің арқасында болып жатыр. Бірақ сіз шаршатпайды, өте ынталы кезең. Сіз жұмыс кезең сіз үшін оңай болады, жалпы айтқанда. Ұнамды болады, ұнамды әсерімен береді. Тағы да, әрине бұйырса, балық белгілер жалпы сіздердегі тағы да финанс ақша сұрақтарына келетін болсақ, финанс ақша сұрақтары өте күшті, бір еңбегіңіз олжа кезең, ақша кезеңі деп айтуға болады, жалпы айтқанда сіздерде өте күшті ақшаның көбейетінін көрсетеді. Тіпті аптаның ішінде бір аса қатты еңбегіңіз бір пайда келетінін айтады. Сіздің бұл жерде сіздің тым қатты әсеріңізсіз ақша келетінін көрсетеді. Өте күшті. Қосымша табыс еселенуі мүмкін. Оңды, тіпті ыңғайлы. Босқа жаратудан аулақ болыңыз, барынша сақтап қалыңыз. Мүмкіндіктер бар, ақшадағы өзгерістер бар, алғырлық бар. Финанста өте күшті кезең бар. Мүмкін бір премия түседі ақша сізге. Ақша кезең оңай тарапқа қарап жылжиды. Өте күшті, оңтайлы деп айтуға болады.
финансыңыз тіпті жақсы деңгейде деп айтуға болады. Тіпті қарыз беруге, қарыз алуға болмайды. Үнемдеңіз ақшаңызды. Финанс кезеңі өте ыңғайлы. Мүмкін бір қалағаныңызша, бір өзіңіздің рахатыңызға бір бағалы өзіңізге сыйлық жасауыңыз мүмкін. Жалпы күшті сатып алулар болады деген сияқты. Финанс кезеңі өте күшті деп айтуға болады. Ең бастысы өзіңіздің рахатыңызға жарататыныңыз көрсетеді. Маңызды төлемдер, ақша кезеңдері барлығы ретті болған соң, мүмкін бір адамның жай бір рахат кезеңі болуы мүмкін. Финанста тым қатты уайымдамайтыныңыз көрсетеді. Финанс кезеңі өте күшті. Сондықтан бұл жерде мәселе деп айтудың орны жоқ. Өте күшті. Сәттілік тілеймін, сау болыңыз. Лүпілдеріңізді аямаңыздар, энергия алмасу ретінде